Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Жоғары деңгей 51-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы еліміздің мұражайлары тарауы бойынша бекіту сабағы. Лексика-грамматикалық тест сұрақтарына жауап беріңіз. Бірінші, ажарлы сөзіне мағыналас қатарды көрсетіңіз. Екінші, асты сызылған сөздің мағынасын анықтаңыз. Баланың талантына қайран қалдық. Үшінші, адамның өзіне қатысты істейтін әрекетін көрсетіңіз. Төртінші, сөйлемді толықтырыңыз. Бұл дүкендегі тауарлардың бағасы орталықтан. Бесінші, қажетті сөзді белгілеңіз. Конференцияға 100 адам қатысты. Алтыншы, адамның қалауын білдіретін сөзді көрсетіңіз. Жетінші, сөйлемді толықтырыңыз. Қылмыскер деп танылған жігіт өз кінәсіздігін. Сегізінші, асты сызылған сөздің мағынасын көрсетіңіз. Бұл университетке өте жақсы оқитындар қабылданады деп хабарлады. Тоғызыншы, едәуір сөзіне мағыналас сөзді табыңыз. Оныншы, амалсыздан сөзіне мағыналас сөзді табыңыз. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.